Бүгін бізде жаңа сабақ. Сабағымыз 5-ші сыныптағы әртүрлі мәтін есептер деген тақырып. Так, бізде бірінші есебіміз кітаптың 26-шы есебі екен. Орысшасы да қазақшасы да жазылып тұр. Ертедегі орыс есебі дейді. Әкесі балаларына ақша берді. Ол үлкен ұлына барлық ақшасының жартысын және 1 рубль. Ортаншы ұлына қалған ақшасының жартысын және 1 рубль берді. О деген әріп қалып кетті. Кіші ұлына қалған ақшасының жартысын және қалған 3 рубльді берді дейді. Әкесі балаларына барлығы қанша ақша берген? Біз кіші ұлынан бастайық. Ең кішкентай кіші ұлы. Кіші ұлына қанша берді ол? Өзінде қанша ақша бар еді? Мынанша ақша бар еді дейікші. Соның жартысын берді. Мына жартысын берді. Қалған жартысы қанша теңге болды? 3 рубль болды. Мына жартысы және қалған 3 рубльді кіші ұлына берді. Сонда ол қалған жартысы 3 болса, мына жартысы да 3 болады. Сонда барлығы 6 рубль берген кіші ұлына. Енді ортаншы ұлына. Ортаншы ұлынан қалғанның ақшаның жартысын берген. Және 1 рубль берген. Мына осынша ақша берген деп есептейік. Так. Осынша ақшаның жартысын берген. Жартысын берген. Және қосымша тағы да 1 рубль қосып берген. 1 рубль неседі тағы да қосып берген. Мына жартысы тұр. Соны ортанша ұлына бергеннен кейін одан қалғаны кімге барды? Кіші ұлына 6 рубль болып барды. Демек мына жерде 6 рубль тұр деген сөз. Ал 6 рубльге 1 рубльді қосатын болсақ, ол қалған жартысы болып тұр ақшаның. Сонда қалған жартысы да 7 рубль болған. Сонда барлығы мына жерде 14 рубль болған. 14 рубль. Ортаншы ұлына ол 14 рубльдің жартысы және 1 рубль, яғни 8 рубль берген ортаншы ұлына. Енді ең үлкен ұлына тоже какой-то бір ақша берді. Барлық ақшаның жартысын, ортасын жартысын берейік. Жартысын берген, еще тағы да 1 рубль берген. Тағы да 1 рубль берген. Мына полный жартысын берді, жартысын. Және тағы да 1 рубль берді. Сол кезде ар жағында бізге 14 рубль қалды деген сөз. 14 рубль қалды деген сөз. 14-ке 11-ді қоссақ 15 рубль. Мына жартысы 15 рубль болып тұр. 15 рубль жартысы болып тұр. Қалған жартысы да не деген сөз? 15 рубль деген сөз. 15 рубль деген сөз. Сонда барлығы мына жерде қанша рубль тұр? 15-ке қосамыз 15-ті. Басында 30 рубль болған. 30 рубльдің жауабы сонда 30 рубль болып тұр. 30 рубльдің үлкен ұлына жартысы 15-ті және плюс 1-ді, яғни 16-сы берген үлкен ұлына. 16 рубль, ар жағында 14 рубль қалған болса, сол 14 рубльдің жартысы 7 рубль, плюс 1 рубль 8 рубль ғып ортаншы ұлына берген. Кіші ұлына жаңа 14-тен 8-ді алып тастайтын болса қанша болды? 6 рубльді кіші ұлына берген. 16, 8, 6. Барлығын қоссақ 30 рубль шығып тұр. Енді сіздер осыған қосаған есепті шығарасыңдар. Олар бірінші есеп, екінші есеп, үшінші есеп, төртінші есеп. Мына жерде көкпен жазылған орысшасы, қарамен
қазақшасы жазылған. Төртінші есеп және бесінші есеп. Міне 5 есеп осы мен көрсеткен есепке ұқсап тұр. Келесі есеп. Ойыншықтар дүкеніне 3 ойыншық мәшине мен 2 қонжықтың құны 13 ойыншық қоянның құнына тең. Ондағы 1 ойыншық мәшине мен 3 қонжықтың құны 9 ойыншық қоянның құнына тең. Ойыншық мәшине қымбат па, әлде қонжық қымбат па дейді. Белгіні жазайық. 3 ойыншық мәшинені М дейік. 3 мәшине дейік болмаса. Мәшине. Және 2 қонжық. 2 қонжық. Сол кімге тең екен? Бізде 13 ойыншық қоянға деген. 13 қоян дейік. Так, бірінші сөйлем кетті. Екінші сөйлем. Ондағы 1 ойыншық мәшине, 1 мәшине дейік. Және 3 қонжық. 1 мәшине 3 қонжығымыз біздің қаншаға тең? 9 қоянға тең. 9 қоянға тең. Енді сұрап отырып, мәшине қымбат па, или қонжық қымбат па дейді. Мәшине қымбат па? Жоқ, қонжық қымбат па дейді. Біз мынау екінші тұрғанды көріп тұрмыз ғой. Соның барлығын 3-ке көбейтейік. Не болады екен? 3-ке көбейтейік. Ол 3 мәшине болады 3-ке көбейтсек. Мына жаға жазып қоямын. 3-ке көбейтіп жатырмын. 3 қонжығымыз біздің 9 қонжық болады. 9 қоянды 3-ке көбейтетін болсақ, 27 қоян болады. Так. Енді не істейміз? Енді мынаны өшіре тұрайық. Так, мына 27 қояннан 13 қоянды азайтайық. 9 қонжықтан 2 қонжықты азайтайық. 3 мәшинеден 3 мәшине азайтайық. Әрқайсысын мына астында тұрған өрнектен, үстінде тұрған өрнектен істейік, азайтайық. 27 қояннан 13 қоянды азайтатын болсақ, 14 қоян болады. Ал 9 қонжықтан 2 қонжықты азайтатын болсақ, 7 қонжық болады. 3 мәшинеден 3 мәшине атсызық, ол жоқ болып кетеді. Енді екі жағында 7-ге бөлейік. Мен бөлу 7-ді қоямын. 7 қонжықты 7-ге бөлетін болсақ, 1 қонжық болады. 1 қонжық. Тең 14 қоянды 7-ге бөлетін болсақ, 2 қоян болады. Пока 1 қонжықтың 2 қоян екенін таптық. 1 қонжық ол не? 2 қоян. Енді ары қарай. Бізде 3 мәшине мен 2 қонжық тең 13 қоянға тең екен. Сонымен жұмыс істейік. Бізде 1 қонжығымыз 2 қоян болса, 2 қонжығымыз қанша болады? 1 қонжық 2 қоян болса, 2 қонжығымыз 4 қоян болады. 2-ні 2-ке көбейтеміз, 4 қоян болады. Дұрыс жазбадым негізі. Екі қонжық бізде 4 қоян болады. Енді 2 қонжықтың орнына 4 қоянды бір жазайын. 3 мәшине қосылған 4 қоян тең 13 қоян. 4 қоянға неш қоянды қойсақ, 13 қоян шығады. Яғни 13 қояннан 4 қоянды азайтайық.
Сонда 3 мәшиненің орнында бізде не тұру керек? 3 мәшиненің орнында 9 қоян тұру керек. Өйткені 9-ға 4-ті қоссақ қана 13 шығады ғой. Сол үшін 3 мәшиненің орнында негізі не тұру керек? 9 қоян тұру керек. Енді екі жағында 3-ке не істейік? Бөлейік. 3 мәшинені 3-ке бөлейік, 1 мәшине болады. 9 қоян 3-ке бөлейік, 3 қоян болады. Сонда 1 мәшиненің бағасы бізде 3 қоянның бағасына тең екен. Мәшине қымбат па, қонжық қымбат па? Мәшине қымбат, өйткені мәшине ол 3 қоян болып тұр, ал қонжық 2 қоян болып тұр. 3 қоян әрине 2 қояннан көп деген сөз. Осындай есеп өздеріңе шығаруға бізде 6-шы есеп, 7-ші есеп және 8-ші есеп, 3 есеп екен. Осы 3 есепті өздерің шығарыңдар. Так, келесі есебіміз біздің шарлар тізбесінде келесі есебіміз шарлар тізбесінде деген қаяқ кетті бізде міне. Шарлар тізбесінде қызыл, жасыл, көк және сары түсті барлығы 123 шар бар. Ондағы қызыл түсті емес шарлар саны 94, жасыл түсті емес шарлар саны 81, көк түсті емес шарлар саны 89 екен. Табу керек сары түсті шарлар саны. Бірінші қызыл түстіні тауып алайық. Егер қызылды қоспасаң 94 болатын болса, қызылды қосқан кезде 123 болатын болса, қызылдың өзін табып алу үшін не істейміз біз? 123-тен азайтамыз 94-ті. Сол кезде шығады. Тура сол сияқты жасыл түсті табу үшін 123-тен бізде жасыл жоқ кезде 81 болды ғой. Сол 81-ді азайтамыз. 42 болды мынау мысалы. Мынау 29 болды. Так, енді жасыл таптық, қызыл таптық. Енді бізге көк керек. Көк табу үшін 123-тен азайтамыз 89-ды. 13-тен 9-ды азайтатын болсақ 4, 11-ден 8 азайтатын болсақ 3, 34 болды. Енді бізге сарын табу керек. Сарын табу үшін бізде барлығы 123, содан 29-ды, содан 42-ні, және содан 34-ті азайтамыз. Сонда 18 шар шығады. 18 шар. Демек, сары түсті шарлар бізде 18 деген сөз. Енді сонда есеп бізде, шарлар тізбесінде деген есеп бізде 9-шы, 10-шы, 11-шы есеп өз беттен шығаруға, сосын 12-шы, 13-шы есеп екен. Так, одан кейінгі есеп. 3 шыбын мен 2 өрмекшіде 34 аяқ бар. 2 шыбын мен 2 өрмекшіде 28 аяқ бар. Шыбында неше аяқ бар? Өрмекшіде неше аяқ бар? Так, 3 шыбын плюс 2 өрмекші 34 аяқ. 2 шыбын
плюс 2 өрмекші. Жиырма 28 аяқ. Біз бұндай кезде азайтып жібереміз. 3 шыбыннан 2 шыбын азайтатын болсақ, 1 шыбын қалады. 2 өрмекшіден 2 өрмекшін азайтатын болсақ, ештеңе қалмайды. Тең 34-тен 28-ді азайтатын болсақ, 6 болады. Демек, 1 шыбынның неше аяғы бар? 6 аяғы бар. Ал 2 шыбынның ше? 2 шыбынның демек 12 несі бар? Аяғы бар. Ал 3 шыбынның ше? 3 шыбынның 18 несі бар? Аяғы бар. Сонда мына 3 шыбын деген жердің орнына оны өшіріп, біз не жазсақ болады? 18 аяқ деп. 18 аяқ. Или 18 деп жазылып, просто 18. Енді 18-ге нешті қоссақ 34 шығады. 18 қосу 1 сан тұр, 2 өрмекші қанша екен білмейміз. Тең қанша болып тұр? 34. 18-ге 16-ны қоссақ 34 болады. Демек, мына 2 өрмекші дегеніміз 2 өрмекшіде 16 аяқ бар деген сөз. Демек, 1 өрмекшіде 16-ны 2-ге бөлеміз. 8 аяқ бар деген сөз. Шыбында неше аяқ бар болды сонымен? 6 аяқ болды. 6-ау өрмекшіде қанша аяқ болды? Ода 8 аяқ болды. Так, осыған ұқсаған есеп. Осыған ұқсаған есеп. 4-ші және 5-ші екі ақ есеп екен. Так, келесі есеп бізде. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем, ал екінші күні қалғанының жартысынан 8 бетті кем оқыды. Ол үшінші күні кітаптың одан қалғанының жартысынан 3 бетті кем оқығанда кітаптың оқылмаған беті қалды дейді. Так, бағана жоғарыдағы бір есеп сияқты үшінші күннен бастайық. Үшінші күнді бірінші табайық, одан кейін екінші күнді табайық, одан кейін бірінші күнді табайық. Үшінші күнді не болған? Ол үшінші күні кітаптың қалғанның жартысынан 3 бетті кем оқыған дейді. Кітап енді примерно осынша бет болды дейік. Соның жартысын табайық. Бірақ жартысын оқымаған, ол жартысынан 3 бетті кем оқыған. Неде 3 бет бар, ол мына жерді оқыды. Мына жақты оқыды да, ол мына жағын оқыған жоқ дейік. Мынау сызығым мен мына сызығым ровно жартысын бөліп тұр деп есептейік. Сонда кітаптың оқылмаған 23 беті қалды дейді. Демек, мына жақта 20 беті болған, мына жерде 3 беті бар, сонда барлығы 23 бетін не істеген жоқ, ол оқыған жоқ. 23 бетін оқыған жоқ. Мына сызық кітаптың жартысын бөліп тұрады деп айттым мен. Демек, ол мына жерде 17 бет оқыған. Неге? 17-ге 3-ті қоссақ, мына бір жартысы 20 болу керек, және қалған жартысы да қанша болу керек? 20 болу керек. Сонда ғана не шығады? 17 деген санды қою керек мына жерге сонда. Енді оқырман үшінші күні қанша оқыған? Үшінші күні 17 бет оқыған. Бірақ үшінші бетін сұрамапты кітаптың. Енді екінші күні не болған оқыған сұрайық. Ол екінші күні қай жерде оқыды? Екінші күні қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыды дейді. Екінші күні ол қалғанының жартысын ровно бөлейікші, жартысынан 8 бетті не істеді? Кемірақ оқыды, кем оқыды. Сонда
мына жақта қанша бет қалды қараңыздар. Мына жерде 20-ға 20-ны қоссақ барлығы 40 бет қалған, 40 бет. Ол 40 бет қайдан қалған? Ол 40 бет мына екінші күні оқымай қалған. Мына жерде 40 бетті оқымай қалған. Ол қалған мына жердегі бірнеше бетін оқыды. Енді мына жерде 8 беті тұр, демек мына жаққа 32 бетті бұзамыз. 32 бет пен 8 бет екеуін қоссақ, жалпы 40 бет болып тұр. 40 бетті ол үшінші күнге оқымай қалдырды. Енді 32 бет. Мына сызық бізде тура алдыңғы есептегідей кітаптың беттерінің жартысын білдіріп тұр. Жартысы 32 болса, мына жағында не деген сөз? 32 деген сөз. Оның 8 бетін оқыған жоқ, ол қалған 24 бетін оқыды. 24-ті қайдан алдым мен? Бет деп жазбай әдірім, жазатын болып қаптым ғой, жазбай қойын. 24-ке 8 қоссақ 32 шығу керек деген сөз. Сонда ол 24 бетін оқыды, мыналарды оқыған жоқ. 7 бетін оқыды, 3 бетін оқыған жоқ, 20 бетін оқыған жоқ деген сияқты. Екінші күні ол қанша бетін оқыған? 24 бетін оқыған. Екінші күні 24 бетін оқыған. Енді қарайықшы. Жалпы бізде екінші күні мен сызған жерімде барлық қанша бет болып тұр? 64 бет болып тұр. Осы 64 бетті біз мына жақта қолданатын сияқтымыз. Себебі қарай оқимыз. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем оқыды дейді. Қайтадан бірінші кездегі кітап сонда үлкен болған. Оның жартысын примерно белгілейік. Мына жер екен жартысы дейік. Осы жартысынан қарағанда 18 бетті не істеген? Кемірек оқыған. 18 бетті кем оқыған. Енді ол мына бетті оқыды. Мына жердің бәрін оқыды дейік. Ал мына жағын оқымай қалды. Оқымай қалған беттері бізде алдыңғы екінші күн тапқанымызда бар. 64 бет деген. 64 бетті ол не істеген? Оқымай қалған. Оның 18 беті мына жерде тұр. Демек 18-ден 64-ті азайтатын болсақ, 64-тен 10 азайтатын болсақ 54, 54-тен 8-ден болсақ 46, 46. 46 ровно жартысы. Демек, мына қалған жартысы деген сөз, ровно жартысы 46 деген сөз. Ол 46-ның 18 бетін ол оқыған жоқ, 46-тан 18 алып тастаймыз. 46-тан 10 азайтатын болсақ 36, 36-тан 8 азайтатын болсақ 28. Сонда ол бірінші күні 28-ін не істеген? 28 бетті оқыған. 28 бетті оқыған, 18 бетін оқымаған, және 46 бетін оқымаған. Енді кітаптың барлығы осы жерде тұр. Барлығы сонда 46-ны не істесек болды? 2-ке көбейтсек болды. Мына жақта 46 бет, мына жақта 46 бет. Сонда барлығы 92 бет болған. Енді кітапта барлығы неше бет болған деген сұраққа біз 92 деп жауап береміз. Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды десе, 24 бетін оқыған. Жаңа айтқан едік қой. 24 бетін оқыған. Оқырман екінші кітаптың неше бетін оқыды десе, жоқ, 24 ол екінші күн екен. 24 ол екінші күн екен, бірінші күні 28 болып тұр. Екінші күні 24 болып тұр. Үшінші күні бізде 17 бет болып тұр. Оны сұрамапты, бірақ не жазылып қойды. Так, кішігірім бір тексеріп кетейік. Мен 92 бет деп жатырмын, дұрыс па? Бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем оқыған дейді. 92-ні 2-ке бөлемін, одан азайтамын 18-ді. Тең. 46-тан 18 азайтамыз 28 болады. Так, дұрыс бірінші күні. Дұрыс шығып жатыр. Екінші күні қалғанының дейді. Бірінші қалғанын тауып алайық. 92-ден азайтамыз нешті? 28-ді. Ол бізде 64 болады. 64 болады.
64 деген жазылып тұр. Екінші күні қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыған дейді. Осы 64-тің жартысын тауып аламыз, одан 8-ді алып тастаймыз. 32-ден 8-ді азайтатын болсақ, 32-ден 8-ді азайтатын болсақ 24 шығады. Так, мынау да дұрыс шығып жатыр. Демек, есеп дұрыс деген сөз. Есептің 92 бет деген жауабы және қалған жауаптарда дұрыс деген сөз. Осылай өздеріңізді тексеріп шығарасыздар. Мына оқырман деген есеп бізде 16 және 17 есептер екен. Өте қиын есеп сияқты, мәтін есеп. Так, одан кейін кітаптың алғашқы беті 3 цифрмен нөмірленген, оның 110 беті бар. Және осы 110 бетін нөмірлеуге барлығы қанша цифр керек дейді. Так. Кітаптың алғашқы 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, яғни 3-тен бастап 9-ға шейін неше беті бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 беті бар. Мынау азайту емес, 3-тен бастап нешеге шейін? 9-ға дейін 7 бет бар. Осының көбісі 9-дан 3-ті азайтып 6 бет деп жазады. 7 бет бар. Әр қайсысын нөмірлеуге бір цифрдан қолданып жатырмыз. Яғни оған 7 цифр керек. Одан ағырай 10-нан бастап 10, 11, 12 деп кете береді. Нешке шейін? 99-ға шейін. 10-нан бастап 99-ға шейін неше сан бар? Неше бет бар? 90 бет бар. 90 бет. Осының көбісі 99 азайту 10 дейді. 99 азайту 10 деп шығарады осының көбісі. Бұл дұрыс емес. 99-дан 10-ды алмау керек. Бізге 10 керек. 10-ға дейінгі алдыңғы одан алдын тұрған 9 сан бізге керек емес. Сол 99-дан егер алғың кеп баратса 9-ды алып тастау керексің. 99-дан неше алып тастау керексің? 9-ды алып тастау керексің. Сол кезде 90 шығады. 90 бет бар. Енді ол 90-ды нешеге көйтеміз? 2-ге көйтеміз. Әр қайсында 2 цифрдан бар. Цифр деген, мысалы, 10 деген санда 2 цифр, 1 деген 1 цифр, 0 деген 1 цифр, 11-де де 2 цифр, 12-де де 2 цифр, ал 99-ға шейін барлығы 2 цифрдан болған екен. 90-ды 2-ге көбейтеміз, 180 болды, яғни 180 цифр деген 180 цифр қолданды деген сөз. Ары қарай бізде енді 90-нан бастап, жоқ 90 емес, 100-ден бастап деген, 100-ден бастап 3 таңбалы сандар кетеді. 100-ден бастап 110-ға шейін. 100-ден 110-ға шейін жазып шығады. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 деп жаза салуға да болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сан бар екен. 10 сан бар екен. Осыны да көбісі не істейді? 10 бет бар мына жерде. Көбісі 110-нан жоқ, мен 109-ға шейін 10 бет бар. Еще бізде 110 бар ғой. Мен қайтадан санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бет бар екен. 11 бет бар екен. 11 бет бар екен. Тура мен сияқты көбісі қателеседі. 110-нан 100-ді алып тастай салады. Сөйтеді 10 шығарып тұрады. Сен 100-ді азайтпа, саған 100 керек. Саған 100-ге дейінгі оның алдында тұрған 99 саны керек емес, оның бәрін есептеп қойдың ғой. Сонда 110-нан 99 айтсаң 11 бет шығады. Енді ол 11-ді біз көбейтеміз нешке? 3 цифрға көбейтеміз. Неге 3 цифрға көбейтеміз? Өйткені бұл 3 таңбалы сандар. 3 таңбалы сандардың әр қайсысына 1 цифрдан кеткен кезде 3 цифрдан кетеді. 11-ді 3-ге көбейтетін болсақ 33 цифр кетеді. 33 цифр керек деген сөз.
Енді мына жерде 7 цифр бар, мына жерде 180 цифр бар, мына жерде 33 бар. Осылардың бәрін қосу керек. 7 қосылған 180 қосылған 33. Так, 187-ге қосамыз 33-ті. Мынау 8-ге 3-ті қоссақ 11, ойдағымен 12, 220 болды. Барлық сонда 220 цифр кетті деген сөз. Жауабы 220 болды. Осындай енді есеп. Осындай бізде неше есеп бар? 18, 19, 20, 21, 22 есеп. 5 есеп бар екен. Осы 5 есепті өз беттеріңізбен шығарыңыздар. Келесі есепті мен түсіндірейін. Так, бақта бір-бірінен 6 метр қашықтықта 15 алма ағашы қатар орналасқан. Екі шеткі алма ағаштарының арақашықтығы неше метр? Осыны көбісі 6 көбейту 15 деп қателесіп шығарады. Неге? Қазір түсіндіруге тырысып көрейін. Сізде 15 ағаш бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ағаш тұр. Енді сіз оның арақашықтығын естеңізші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Яғни арақашықтығы оның 14 болып тұр. Ал әр қайсысы 6 метрден болса, 6, 6, 6 деп мен 14 жазып шығу керекпін. 6-ны 14 қосып шығу керекпін. Ол деген сөз 6-ны 14-ке көбейту керекпін деген сөз. 6, 7, 4, 24, 2 ойдамын 84 метр болады екен. Екі шеткі алма ағаштарының арақашықтығы. Енді 7-ші алма мен 12-ші алма. Мына 1-ші алма, 2-ші алма, 3-ші алма, 4-ші алма, 5-ші алма, 6-ші алма, 7-ші алманы көрдік. 7-ші алманы таптық. Енді 12-ші алманы тайық. 8, 9, 10, 11, 12. Осы 7-ші алма мен 12-ші алманың арақашықтығы неше метр дейді. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5 екен. Сол 5-тен естейміз, көбейтеміз. 6 метрге сонда 30 метр шығады. 30 метр шығады. Так, онда есеп бізде тоже 5 есеп бар екен. 23, 24, 25, 26, 27-ші есеп. Так. Келесі есеп. Жол жиегінде бір-бірінен 60 метр қашықтықта. Так, бағандар қағылған. Так, столбы ғой. Бір столбы қақтық. Одан кейін 60 метрден кейін тағы біреуін қақтық. Одан кейін 60 метрден кейін тағы біреуін қақтық. Одан кейін 60 метрден кейін тағы біреуін қақтық. Деген сияқты осылай кете береді. Осылай кете береді. Мына екеуінің арасын қанша метрден қылдық? 60 метрден қылдық. Осы бағандардың арақашықтығын 10 метрге кемітіп дейді. Оларды жаңа бағандармен алмастыру. Яғни бір жол сен арасын 60 метр қылмайсың. Арасын қанша метр қыласың? 50 метр қыласың. 50 метр қыласың. 50 метр қыласың. Бірінші бағаның неше метр қашықтықта алғашқы баған орнына жаңа баған түседі. Мына мысалға бізге бірінші бағанның орнына тура бірінші баған сәйкес кеп тұр. Бірақ екінші баған мен екінші баған есеп тұрған жоқ, сәйкес кеп тұрған жоқ. Екеуінің арасы арақашықтығы 10 метр болып тұр. Бір жерге келген жоқ. Үшіншісі де ол демек бір жерге келмейді. Әйтеуір бір кезге барған кезде мына екеу мына төмендегі баған мен жоғарыдағы бағанның біреуі сәйкес кеп қалады екен. Қашан сәйкес келеді деп соны сұрап жатыр. Мына жауаптардың біреуі шығу керек. Енді бұл жерде шығарудың жолы көп. Мысалға 60 болса, ол екінші баған. Үшінші бағанға шейін тағы да 60 қоссақ 120 болады. Төртінші бағанға дейін уже тағы да 60 қоссақ 180 болады. Тағы да 60 қоссақ 240 болады. Одан кейін 300 болады. 360 болады. Одан кейін 400, 420 деп кете береді.
Ама екіншісі 50 болады, одан кейінгісі 100 болады. 100 метрден кейін тағы бір баған қойылады. 150 метрден кейін тағы баған, 200 метрден кейін тағы бір баған, 250 метрден кейін тағы бір баған, 300 метрден кейін тағы бір баған. Енді қарасаңыз, бірінші мысалда да, екінші мысалда да мынау 300 деген не болып тұр? 300 деген екеуінде де бар болып тұр. Яғни 300 метрден кейін екеуі бір жерге келетін болып тұр ғой. Сол үшін жауабы 300 метр болады. Енді бұл сұрақты жауап беру үшін мына вариант ішінде қайсысы 60-қа бөлінеді және 60-тан 10-ды айтатын болсақ, қайсысы 50-ге бөлінеді деп ойлатсақ болды. 250 бөлінбейді 60-қа, 280 де бөлінбейді, 360 60-қа бөлінгенмен 50-ге бөлінбейді. Ең дұрысы мына 300 не істейді, екеуіне де бөлінеді. Немесе біздің кәдімгі 5-ші сыныптағы ең кіші ортақ еселік деген тақырыбымыз бар ғой. Сол 60 пен 50-ден ең кіші ортақ еселігін тапсақ 300 шығады. 300 шығады. Так, ары қарай деймін. Осында есеп бар ма екен бізде? Онда есеп жоқ екен. Мен өзім соңғы есепті құрастыра салайын. Так, мынау 40 метр қылайын да, одан кейін ара қашықтығы 10 метр емес, 6 метрге кемісін. Осы 28 есеп соңғы есеп болсын. Жол жиегіндегі бір-бірінен 40 метр қашықтықта бағандар қағылған. Осы бағандардың ара қашықтығын 6 метрге кемітіп, оларды жаңа бағандармен ауыстыру керек. Бірінші бағаннан неше метр қашықта алғашқы баған орнына жаңа баған түседі деген есеп. Тура жаңағы қосаған есеп, бірақ сандарын ауыстырып қойдым. Осыны өзіңіз шығарыңыз. Так. Одан кейін мына есептерді одан кейін көріңіздер. Так, 196 бізде. Одан кейінгісі 199 олықта бар. Одан кейінгісі 205. Одан кейінгісі 212. Одан кейінгісі 213. 227. 236. 275. Есептерді өз беттеріңізбен көріңіздер шығарып.